ол жерде мынандай ғой, енді осы телевидениенің шет жағасында жүргеннен кейін білеміз ғой, енді ол жерде жаңағы бағдарламаның, букмекерский бағдарлама ғой, енді атында айтпай қойып, сол бағдарламаның рейтингісі түсіп бара жатыр. Рейтингін көтеру керек болды да, жаңағы ағамызға, в общем, осы кісіні жамандайсың деген жоғарыдан бұйрық береді. Әйтпесе сол бағдарламадан ол кісіні шығарып жіберген кезінде, бір тепкен шығарып жіберген кезде қаншама адамдар, қаншама жанкүйерлер, сол кумирі сол адамның, болды біз бұл бағдарламаны көрмейміз, қарамаймыз, бойкот деп сол бағдарламаға кәдімгідей менің өзім болды қарамаймын деп кәдімгі ютубтан кіріп интересует деген кнопканы басып, мүлдем қазір маған шықпайды, бірақ кеше жақында соны көріп қалдым, қайтып ештеңе болмағандай, қаншама халық сені қолдап, сені шығарып жіберген үшін жаны ашып, саған болды енді көрмейміз деп сен үшін шырпыр болып жүр да, сен аласың да ештеңе болмағандай қайтып келе саласың. Енді ол сенің көмерлеріңе, сенің артыңа деген, сені қарап, сені тыңдап жүрген адамдарға менің ойымша бір беттеріне түкіре сал деп ойлап тұрмын да. Негізінде бұл жерде рейтинг қой, жігіттер, мынандай. Ораз Бахтинді ол шынын дұрыс айтып отырсың, жамандайтын жері жоқ. Сол бір-екі жаңағы замена жасайтын, дұрыс жасамаған жерін алып, дұрыс жасамады, өйте алмайды, бүйте алмайды. Сен соның неге ұтқан кездегі мықты заменаны неге айтпайсың? Эдмилсон кеше шықты да гол салды. Жасай алмайтын, Амонияға гол салды. Соның арқасында шықты. Соны неге айтпайсың? Қалай жасай алмайды? Сен шықты да бір игрокты шығарасың да гол салып кетті. Шыға салып гол салды. Ондай сияқты мен қаншама пример келтіріп айтып бере аламын да. А сен бір-екі моментін алып аласың да. Сол ол жерде жамандайтын жер емес. Ол жерде просто рейтингін, жаңа бағдарламаның рейтингін көтеру керек болды да.